Баукеңді бақытты адам деу қиын. Бір батырыңнан биік, бір генералыңнан жоғары тұрған талантты тұсамайтын жерде тұсап, тізгіндемейтін жерде тізгіндеп, қаншама жыл кіріптар қылып қойдық. Мен ол кісіні жақсы білем деп айта алмайым. Әйтсе де, Баукеңнің аса ірі азамат екеніне талай рет куә болғам. Бірде біздер бір топ жас әдебиетшілер Жұлдыз журналында қызмет істеп жүрген кезде түскі тамаққа шыққалы редакцияның кіре берісінде ұйылығып тұрғанбыз. Телефон ойбайлап қоя берді. Қол ұзындауымыз Зейнолла Серікқалиев болатын. Трубканы сол көтерді. Бәріміздің көзіміз сонда. Ол бір қызарды, бір бозарды, бір бозарды, бір қызарды. Бір тұрды, бір отырды. Ақыр соңында «Сіздің де әкеңіздің аузын» деді. Бұлтсыз күні найзағай ойнап, көңгір күрегендей болды. Бәріміз бірден үрпейісіп қалдық. Не болды? Не болды? Не болып қалды дедік. Ештеңе болған жоқ деді Зейнолла сабыр сақтағансып. Бірақ өзі тісін шықырлатып, екі қолын уқалай берді. Кім өзі? Таныс адам ба десек, үндемейді. Біз шығып кете алмай, есік алдында ошарылып, әлі тұрмыз. 10-15 минут өте бере, есікті шалқасынан айқара ашып, біреу кіріп келді. Кіріп келген адам емес, дауыл тәрізді. Шинелінің түймесін салып та үлгермеген. Папағасын кимей қолына ұстаған. Мұрты тікірейген бір әскери адам. Кәдімгі Баукең, Бауыржан Момышұлы. Ассалаумағалейкум деп қолдарымызды ала жүгіріп едік. Отставить деді айқайлап. Жаңа менімен сөйлескен жігіт қайсың? Мен деді Зейнолла. Молодец деп Баукең өз қолын ұсынды. Баукең бойында дала мінезі мен әскери мінездің қалай астасып кеткеніне таң қаласың. Бір қарағанда дала тіршілігі мен әскери тіршілік бірін-бірі жоққа шығаратын қарама-қарсы әрекеттерден тұрады. Әйтсе де Баукең солардың кейбір туыс болмысын біріктіре білген. Бірде біздер бірнеше қазақ қаламгерлері Мәскеу қаласында бас қостық. Бүкіл одақтық жазушылар съезіне барған болуымыз керек сірә. Думанхананың дөңгелек үлкен үстелінде отырып, 7-8 азамат түстенген жайымыз бар. Асықпай отыратын кешкі ас емес, бірақ дәмді де қымбат тамақтан кейін есептесер кез келгенде, әркім өз үлесін өзі төлемек боп, қалталарына қол сала берген. Отставить деді әскери әдеті бойынша Баукең. Біздің устав бойынша мұндай дастархан басында кімнің чин үлкен болса, сол төлейді. Гвардия полковнигінен үлкен біреуің болса, қарсылығым жоқ. Біреу төлеймін деп тұрса, ол біреудің өзі анау-мынау емес, Бауыржан Момышұлы болса, кім қарсылық білдіре алады? Қолымызға әрең-әрең іліккен азды көпті тейін тебенімізді қалтамызға қайта сүңгіттік. Әскери устав бойынша мұндай жағдайда дастархан шығынын чині үлкен адам төлейтінін білмеуші едім. Мен ғана емес, басқалар да біле бермейді екен. Соған қарамай Баукең өз еркімен айтып өзі төледі. Баукеңе соны істетіп отырған әскери устав қана емес, қазақы жомарттық пен қазақы мәрттік, жалпы ірілік. Адам болат емес, тіпті болаттың өзі тоз баса да сынат, мұрт кетеді. Сүйек асыл Баукеңде тағдыр дауылына, оның оты мен суына қанша төтеп бергенмен, қартайы келе босаңси бастаған сияқты. Етене жақын ағайындардың айтуына қарағанда, кейінгі жылдары, әсіресе соңғы жеңгеміз дүние салғаннан кейін, бәленбай жыл сіресіп жұмыс істеп келген көне пружиналары сылқылдап босап, әлсіздік көрсете бастағанды. Батырға соғыстан көрі күйбең тірлік, пенделік, ұсақтық әлде қайда қауіпті. Ең жаманы жалғыздық па деп қалам. Кең үйге жалғыз басы симай, тордағы жолбарыстай жанын қойырға жер таппаған Баукең, анда-санда болса да шараптың суытынан қуат іздеген секілді. Өмір бойы халқына қамқор болуға, қалқан болуға тырысатын батырдың өзіне де сүйеніш керегін сезіп қалған ағайындары туған жеріне жедел алып кетіп, ыстық ықылас, кең жайлау көңілімен ортаға алады. Бағланның еті мама биенің қымызын асырап, жылы сөзбен тербетіп, жалғыздық қоршауынан алып шығады. Күш-қуат жинап, жаны біраз сергіген Баукең жазу үстелін сағынып Алматысына қайтпақ болады. Оңаша үйге ең жақын туған туысқандары, жанашыр жақындары жиналып,
әңгіме дүкен құрады. Сонда көпті көрген көсем ағаларының бірі: «Бауке, қай кезде де біз сені көпсінбейміз. Қанша тұрсаңыз да, қанша жатсаңыз да, ауыл біздікі, ел сіздікі. Қай кезде келсеңіз де, көрпеміз жаюлы, төсегіміз салулы. Төсек демекші, төсектегі жалғыздықта жақсы тірлік емес. Жалғыздық бір Құдайға ғана жарасады. Біз Құдай емеспіз. Демек жалғыздық бізге, әсіресе сізге жараспайды. Біреу боп келдіңіз, екеу боп қайтсаңыз деген тілегіміз бар. Қалай қарайсыз?» дейді. Осының бәрін қылп етпей отырып тыңдаған Баукең сұраққа да Баукеңше жауап береді. Малдасын құрып, иілген басын одан бетер иіп: «Айналайын ағайын-ай, менің қамымды сендер ойламағанда кім ойлайды? Айтып отырғандарыңның бәрі дұрыс, бәрі жөн. Қарсылық білдіретін жайым жоқ, жағдайым жоқ. Ұсыныстарыңызды үнсіз құптар едім», деп төмен қарайды. Мына пәле қалай қарар екен оған деп көзі түскен жерді меңзейді. Баукең өңі суық, ызғарлы адам болатын. Көп жолығып, көп сырласқан адамым емес. Көп кездесіп, көп араласқан адамдар көрсе көрген шығар. Өз басым Батыр ағамыздың жарқылдап, күліп, жадырап, желпініп отырған кездерін байқағам жоқ. Оның мейірімі қабағында емес, жүрегіне, ішкі әлеміне орналасқанда. Бірде Баукең Сарыағашта жатып ем алады, дем алады. Сол кездегі Қазақстан Жазушылар Одағының оңтүстік бөлімшесін басқарып жүрген Нәсіриддин Сералиев Баукеңе жиі барып тұрады. Өзінің кішіпейілділігімен, елгезектігімен, биязы мінезімен Баукеңе қатты ұнаса керек. Жас жазушының сатусыз ықыласын іштей сезген Көкжал ағамыз Нәсіриддин інісіне бір жақсылық жасағысы келеді. Бірақ аяқ асты не істей алады? Нәсіриддин жарықтықтың мұрны кеспірсіздеу болатын. Не себептен екенін Құдай біледі. Өзі де тәмпіштеу мұрынның орта тұста кеңсірігі ортайып төмен түсіп кеткен. Соған қарап тұрып: «Айналайын Нәсіриддин, Алматыға бір келгеніңде маған арнай соғып кетші. Мен сенің мына мұрныңа операция жасатып жөндетіп берейін» дейді. Қайран Баукең, қайталанбас Баукең.